Selam dostlar, sizlerden birge men Ernar. Bugün biz deyin keyin rubrikasının ikinci bölümünü süretip bolamız. Mene bugün biz осы Lexus LX 570 kөлігін сатып алдым базардан. Өйткені базарда арзан болды. Тек қана мына дискті қондырған екен, басқа дым істеген. Тонировка, цветін ештеңе ауыстырмаған. Балдар айтады, осы көлікке тюнинг бар дейді. Ендеше қазір соны көретін боламыз. Бірінші осы түрін жаттап алайық, одан кейін барып тюнинг істейтін боламыз. Қазір мен F6-на басып, бірінші қолыма камера алайын. Так, достар, міне мен осы жаңадан рубрика енді көбісіне шығатын болады. Осы дейін кейін деген мен көп мәше таптым. Осы бар екен, көп мәше тюнинг бар екен, көп мәше дейін кейін. Оның алдында қалай болды, одан кейін машина қалай өзгерді деген видео. Егер де осындай видеолар ұнайтын болса, комментария жазып кетіңіздер. Достар, сосын мен алдыңғы видеоның описаниясында жазып кеткен болатынмын. Так, сіздерге айттым мен. Енді осы видеоның астына өте жақсы комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Келесі видеода топ коммент шығатын болады дедім. Ол шығады. Сіздер өте керемет әдемі комменттеріңізді жазып кетіңіздер. Соның енді мен осы видеоның соңында топ коммент шығатын болады. Сондықтан да осы видеоның астына да әдемі комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Одан кейін келесі видеоның соңында топ коммент шығатын болады. Қазір мен фотоға түсіріп алайын. Так. Мынау достар, мына осылай болды. Фотоға түсірдім, қатып кеткен сияқты, нормально. Так, енді біз қазір тонер номер қондыратын жерге барамыз. Кеттік ендеше. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Так, достар, мына біз келдік. Тағы да айта кетейін, бұл Супер Казахстан сервері. Так, бұл жерде, бұл деген F11-ді бассаңыздар, мына осы жерде қазір қызылмен тұрған жерде, мына қызыл доңғалақтың ішінде тұр, осы жерде. Сосын мына жерде де бар, бірақ ол жерде тек қана номер қоюға болады. Так, біз енді номерден бастайық. Менде штраф болмаса болды, бәрі жақсы болады. Достар, мен номер қойын көріп жоқ, өйткені мен машина алғым келіп тұр. Одан да F3-те бізде көріп тұрғандарыңыздай тек қана 2 көлік қалды, бірақ менде 12 миллион бар, және де бір 15 миллионға үй алған болатын. Так, как дейтіңіздер? Міне 12 парковочный место бар енді менде. Так, енді мен бітем, снять номер дейм, одан кейін F3-те қайтып басам. Так, мен казиноға шақырып отыр, қазір барам. Так, установить номер дейм, сосын арадан Lamborghini'nin номерін алып қалдым өзіме. Осыны қойып қоям, міне ақша құртып қойып тұрған жоқ. Келесісінде міндетті түрде жаңастырамыз. Так, прозрачностьтер, одан кейін былай всегда тұрды. Міне қап-қара. Так, достар, міне дұрыстап жаттап алыңыздар. Так, осылай тонировка бәрін қодыртсам, бірақ міне ешқандай фендер арасында ешқандай жоқ. Бампері осындай, глушителі біреу. Қазір енді көретін боламыз. Мына барымызда. Ал, 1, 2, 3 кеттік. Ана достар, юбке дейтін мына жер мұнан. Так, мына жер. Так, мына біріншісін аламыз, өйткені одан басқа жоқ. Сосын алдыңғы фендер дейді, алдыңғы дөңгелектің үсті. Так, артқы фендер екен, оны дұрыс оқына алдыңғырын жұмыңыздар. Так, іште 2 теңгеге аламыз. Енді міне, енді алдыңғысы. Так, міне алдыңғы. Так, артқы бампер. Так, осы да тұрды. Осындай бар. Осы да тұрды. Одан кейін осындай болды. Осыны аламыз. Так, спойлер дейді. Спойлер. Міне осы фардың үстіне шықты. Міне аламыз. Енді алдыңғы бампер дейді. Так, осыны алатып аламыз. Цветті достар, мен қараға қоям, міне өзінде қара цветті тұр. Осылай әдемі болады екен. Келесі машинаға осылай цвет жасайтын боламыз, бірақ мынаған қара түс қоямыз.
выходты басамыз. Так, міне достар, өте әдемі машина болды. Бағанағы қарағанда өте көп өзгерістер бар. Номер өзгерді, тонировка қойылды, цвет өзгерді. Қараңыздар, бампер, спойлер пайда болды. Так, енді біз казиноға барып келейік. Так, міне достар, өте әдемі. Так, скорсы деген бұдан 300-ден асады. По-моему, 300-ден асады. Нарақта радар бар екен. Так, еще өткіземіз радардан. Так, Макаров мені казиноға шақырды, келдім ғой казиноға. Так, достар, жарнама шығару үшін сіздер бүйтесіздер, тыңдап басасыздар. Одан кейін қазір ағылшын тіліне қоясыздар да, осындай таяқша саласыздар. Одан кейін кіші әріппен хабар деп жазасыздар. Сосын нәрді бір рет немесе 3 рет бағасы тұрады, бір ретке қоясыздар. Сосын жазасыздар, короче. Казинодамын мен қайдасыңдар деп жазасыздар. Одан кейін жіберу дегенді басасыздар. Міне шықты. Так, шығу үшін шығу деген кнопка бар, соны басасыздар. Так, достар, міне келатыр ғой. Бүгінгі видео осы. Егер де осы видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Сендермен болған мен Ернар. Келесі видеода мына қазір көрсетейін. Мына Mercedes GTA AMG көлігіне андай не шығатын болады, тюнинг. Сондықтан соны көргілеріңіз келсе, каналға жазылып лайк басып, колокольчик басып кетіңіздер. Сол кезде сіздер менің видеомды ең бірінші көре аласыздар. Ал енді топ комменттерді көріңіздер. Давайте. Моя малышка, твоя улыбка, ең әдемі, самая вышка, самая вышка, самая вышка, самая вышка. Моя малышка.